Менің ауылым бүкіл Қазақстан ғой. Біз туып өтергеннен кейін бізге ауыл туып өскен жеріміз, әке-шешемнің үйі қара шаңырақ деген аталмаса, біз Қазақстанның азаматымыз. Енді көпшілігі спортсмендер қомақты пұлы ақшасы көп деп айта алмаймын енді. Жақсылық Үшкемпіров марқұм ағамыз өте керемет, Құдайдың нұр жауған ағамыз еді. Ол қай жерде сондай қайырымдылық болса, қай жерде жаңағыдай жағдай қол ұшын беріп тұратын ағамыздың бірі еді. Мен аузымды толтырып сол кісіні айта аламын. Елбасының алдында, халықтың алдында да жақсы сөз айтып кетті ғой. 5000-дай ауылымыз болса, соның барлығына осындай 5000-дай кәсіпкер болып осылай көтерсе, қандай спортсмендер шыға. Енді спорт жағын айтып кетті ғой кісі. Осындай спорт кешендерін салып беріп кетсе, салып берсе деген, ол қайбір қазақ болсын құлағына майдай жақты ол. Сондықтан соны ары қарай жасап кететін. Енді сол ағаның сөзінен кейін өсет сияқты болып қалды. Сондай бір жағдайға, деңгейге келген кезде ағамыздың айтқан сөзі жүрегімізде тұр. Сондықтан ол барлық жерде қол ұшымыз беруге дайынбыз. Жақсылық Үшкемпіров ағамыз сол кісі көмектесетін еді. Өйткені ол кісі өзінің маманы, өзінің жаңағы кәсібі, жаңа мал шаруашылығымен жақсы көтерілген кісі еді.